Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді ленивый ханум дайындаймыз. Яғни өте тез дайын болатын, өте дәмді болып шығатын орама жасаймыз. Мен YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен фаршқа картопты және пиязды 4 шілеп ұсақтап кесеміз де үстінен тұз бен бұрышты қосып араластырып аламыз. Кәдімгі орама мантыға дайындағандай начинкасын дайындап қоямыз. Содан соң кәдімгі лавашты осындай, яғни донер дайындайтын, шаурма дайындайтын лаваштар бар ғой, соны аламыз да үстінен сұйық май жағып шығамыз. Енді ортасына біздің жаңағы дайындаған начинкамызды салып, фаршты яғни жақсылап жағып шығамыз, біркелкі қылдырып. Содан соң ораймыз. Екінші лавашқа да дәл солай жасайтын боламыз. Енді мантаваркаға сұйық майымызды жағып шығамыз. Дайындаған ханум, яғни ораманы салып, бетінен тағы да сұйық май жағатын боламыз. Енді бұда 40 минут шамасында пісіретін боламыз. Лаваштан жасалған ханум өте дәмді болып шығады. Ешқандай лаваштан емес, кәдімгі қамырдан жасаған сияқты болып шығады. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. YouTube арнама жазылып қойыңыздар.